Сәлем қыздар, бүгін сіздермен керемет ботқа дайындаймыз, яғни каша. Күріш каша осындай қайнаған суға, алдын ала ыстық суға салынып, жуылған күрішімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз, одан кейін тұз саламыз. Дәл осылай видеодағыдай суы тартылғанша күрішті пісіреміз. Видео тездетіліп жасалынған, сондықтан дәл осылай болып тұр. Міне су тартыла бастады. Дәл осылай су тартылып болғаннан кейін сүтті құямыз. Жақсылап араластырамыз. Міне сүтіміз қайнай бастады, енді қантымызды саламыз. Күріш кашаны орташа отта пісіреміз. Жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, біздің күріш кашамыз дайын болды. Осылай үстінен май қосып ұсынсаңыздар болады.